2020 жылы көлік колледжі жас маман республикалық жобасының қатысушысы болды. Оның мақсаты республиканың 180 колледждерінің материалдық техникалық базасын жаңғырту, нығайту және еңбек нарығының сұранысқа ие мамандықтары бойынша бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. Сұранысқа ие 100 мамандық тізіміне колледждің автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы кірді. Көлік колледжі осы жаңғырту жобасына қатыса отырып, барлық критерийлер бойынша іріктеуден сәтті өтті және материалдық техникалық базаны жаңғыртуға 350 миллион теңгеге грант алды. Сатып алынған жабдықтар колледж студенттерін даярлау процесін жақсартып қана қоймай, колледж базасында құрылған құзыреттілік орталығын айтарлықтай нығайтуға мүмкіндік берді. Құзыреттілік орталығының кабинеттері мен шеберханалары КАМАЗ, Рено қозғалтқыштары және беріліс қораптары мен Каминс және Шкода әрекеттегі қозғалтқыштары мен диагностикалық жабдықтар мен токарлық, фрезерлік, бұрғылау станоктарының станок паркі мен сондай-ақ 2 сандық бағдарламамен басқарылатын JET фирмасының швейцариялық технология бойынша әзірленген токарлық станоктары мен автомобильдерді бояу және шанақ жұмыстары құзыреттілігі бойынша дайындауға арналған бояу камерасымен жабдықталған. Құзыреттілік орталығы WorldSkills облыстық, республикалық және халықаралық чемпионаттарына қатысушыларды дайындауға, WorldSkills сарапшыларының тағылымдарына, сондай-ақ шетелдік серіктестермен тәжірибе алмасуға арналған. Колледжде жеңіл автокөліктерді жөндеу және қызмет көрсету, дизельді қозғалтқыштарды жөндеу және қызмет көрсету, жүк техникасына қызмет көрсету, дәнекерлеу технологиялары, шанақ жұмыстары, слесарлық іс, сандық бағдарламамен басқарылатын токарлық станоктардағы жұмыстар құзыреттіліктері бойынша дайындықтар өткізіледі. Заманауи жабдықтарды пайдалану кезінде білім алушылар көліктің құрылымы мен қызмет көрсету технологиясы, жөндеу және пайдалану бойынша практикалық дағдылар, WorldSkills стандарттарына сәйкес келетін заманауи диагностикалық жабдықтардың әртүрлі режимде сынау және қызмет көрсету бойынша білімдерді алады. Алынған заманауи көлік құзыреттілік орталығының жұмысын жетілдіруге, жұмысшы біліктілігінің санын арттыруға, Б, С, Д санаттағы жүргізушілерді даярлауға және нәтижелі жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламасына қатысуға мүмкіндік береді.